Сәлем қыздар, сіздермен бүгін гүл ханым жасайтын боламыз. Ол үшін менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ал бисмиллах деп суымызға тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып алып, ситадан өрілген ұнымызды салып, қамырымыздың басы біріккенше осылай араластыра отыра қамыр елеп алатын боламыз. Қамырымыз әдемі болып жайылу үшін қыздар, қамырымыздың июі қану керек. 2-3 қайтара қамырымызды елеп қойсаңыздар, өте керемет қамыр жайылатын болады. Ал осылай қамырымызды демалтуға жіберіп, начинкасын турауды бастадым мен. Жарым-жартылай пиязымызды турап алдым. Сіздер кубик қып турасаңыздар да болады. Картошканы кубик қып турадым. Сіздер теркадан өткізіп істесеңіздер де болады. Бұның начинкасына сәбіз салуға да болады қыздар. Менің балдарыма сәбіз ұнамаған үшін мен тек картоп, пияз, ет салып істейтін боламын бүгін. Осылай барлығын аралас турап алғаннан кейін начинкамызды, етімізді салдым. Начинкамыздың үстіне ет салдым. Татымына қарай тұз салатын боламын. Татымына қарай бұрыш салатын боламын. Сіздерге қандай приправа ұнайды, соны салып істесеңіздер болады. Осылай барлығын бір-біріне жақсылап отырып, бір-біріне араластырып қоямын. Жаңағы зуаламды осылай 4 зуала шықты менде. Осылай зуалап алып, қамырымды жаюды бастадым. Осылай барлығын жайып, әп-әдемі қылып жайып шықтым. Қыздар, менің мына жерде видеоға түспей қалыпты, қамырым до конца жайылғаны. Осылай жақсылап жайып алдым. Жайылған қамырымның үстіне май жағып, осылай әп-әдемі қылып бір текс қылып жаямыз қыздар. Бүкіл жеріне тию керек қамырдың. Осылай әп-әдемі қылып жайып, қамырымызды кесіп алатын боламыз. Осылай кесіп, ортасынан кесіп, начинкамыздың ортасына салып, гүл ханымды тиюімізді бастаймыз. Осындай әдемі, нежный болып түйіледі. Әп-әдемі гүл ханымдарымызды түйіп бастадым. Осылай барлығын бір-біріндеп түйіп алатын боламыз қыздар. Менің видеомды ақырына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.